Бүгін ағылшынша оқу ережесін өтетін боламыз. S, H әріптерінің қосындысы ш дыбысын береді. She, ол деген сөз. Яғни қыз балаға айтамыз, бізде есімдік өттік қой сіздермен. C және H әріптерінің қосындысы ч дыбысын береді. Мына жақшаның ішінде ортада тұрған бұл бізде транскрипцияда қалай белгіленеді, сол дыбыстары белгіленген. Транскрипцияны ашқанда сөздікті пайдаланған кезде көресіздер, скобканың ішінде осындай жақшаның ішінде болады. Сонда осылай тұрады. Мысалы, ш дыбысы біткен ұзыннан келген таяқша сияқты осылай. Ч дыбысы міне Т және ш дыбысы. Так, ч деп оқылады ол. Мысалы, қараңыздар, chess, a kitchen. C және K әріптерінің қосындысы к дыбысын береді. Мысалы, clock, сағат, cocktail, коктейль, бәріміз білеміз. T және H әріптерінің қосындысы д дыбысын береді. Транскрипцияда осылай екі звукты береді, қараңыздар, осылай белгіленіп тұрады. Мысалы, thin, жіңішке, арық, худой деген мағынада. Одан кейін a bathroom, ванна деген мағынаны білдіреді, ванная комната. W әрпі бізде U болып оқылады. Және W, H әріптерінің қосындысы U дыбысын береді. Мысалы, white, whale, U кәдімгі. W, H және O әріптерінің қосындысы Х дыбысын береді. Мысалы, who, whole, who кім, whole түгел, барлық деген сөз. W және R әріптерінің қосындысы Р дыбысын береді. Мысалы, right, wrist. K және N әріптерінің қосындысы N дыбысын береді. KN, N дыбысын береді. Мысалы, no, knee. A және L әріптерінің қосындысы all болып оқылады. Small, already. Small, already. Ескерту. К әрпінің алдында келетін болса, онда ол O болып оқылады. A және L әріптері К әрпінің алдында келетін болса, онда O дыбысын береді просто. Мысалы, chalk. Бұл жерде L оқылмай қалады. Chalk, бор. W және A әріптерінің қосындысы U дыбысын береді. Мысалы, water, warm, wallet. I, G, H әріптерінің қосындысы I болып оқылады. Бұл жерде G және H әріптері оқылмай қалады. Мысалы, night, light. Night, түн, good night дейді ғой. Және light, свет деген сөз. A және S әріптерінің, сондай-ақ A плюс SK, A плюс ST әріптерінің қосындысы A, ұзақ A дыбысын білдіреді. Мысалы, grass, mask, plaster. E, I, U, Y әріптерінің қосындысы R-дің алдында және R плюс дауыссыз әріп келетін болса, Ö дыбысын береді. Ö деп айтсақ болады. Мысалы, her, оның деген сөз. A girl. Бұл жерде yo сияқты келіп тұр, girl деген кезде. Одан кейін Thursday, бейсенбі деген сөз. Thursday. Өге келтіріп айтасыздар ғой. Екі O әрпінің қосындысы U-ды білдіреді. Мысалы, to, тоже, также деген сөз. A spoon, қасық, a book, кітап. Сондай-ақ look деген сөзді де book деген сияқты жазылуы, тек бұның орнында L болады. Look of the day деп мысалы Инстаграмда шығарады ғой. Ол look деген внешний вид деген мағынаны білдіреді, жалпы адамның киген киімі деген сияқты. Одан кейін E және A әріптерінің қосындысы ұзақ E дыбысын білдіреді. Мысалы, please, пожалуйста, өтінем деген. Және шай деген бізде tea.
G әрпі, E, I, Y әріптерінің алдында G дыбысын береді. Мысалы, giant, German. Ал қалған жағдайда G болып оқылады. Мысалы, goal, good. C әрпі. Осы үш дауысты әріптің алдында жаңағы E, I, Y S дыбысын береді. Мысалы, race, face, cycle, force. Ал қалған жағдайда К болып оқыла береді. Мысалы, cream, comment, cat. Бүгінгі тапсырма өткен сабақты конспектлеп алу және фото отчет жіберу.